Сұйық өз әдісімде ташкентский шашпа палау жасап көрсететін боламын. Ешқандай асқазаныңызға ауырлық қылмайтын осындай керемет рецепті көрсететін боламын. Ал бисмиллах, бастаймыз. Ең алдымен ұсақтап тұрған құйрық майымызды әдемі етіп қызартып қуырып аламыз. Шыжғырған құйрық майымызды басқа ыдысқа алып, қызып тұрған майдың үстінен етімізді салып әдемі етіп қуырамыз. Ешқандай сұйық май құймайсыздар, тек қана осындай құйрық майға жасаймыз. Енді етіміз әдемі болып қызарғанша қуырамыз. Оттың астын жоғары болып тұрғаны жөн. Енді бір пиязымызды алып, ұсақтап турап аламыз. Сіз менің каналыма әлі кіріп қарамаған болсаңыз, міндетті түрде кіріп қараңыз. Шыға алмайтын да рецептер бар. Шыға алмай қаласыз. Және де ұнап жатса лайк, комментарий қалдырыңыздар. Менде осы екі түрлі сәбіз палауға арналған. Барлығын әдемі етіп турап аламыз. Сәбізді қатты үлкен қылмағанымыз жөн. Дәл осылай тураймыз. Ал енді осылай дайындап аламыз. Енді қараңыздар, етті қандай қызарып тұр. Соның үстіне пиязымызды салып әдемі етіп қуырамыз. Пиязды міндетті түрде әдемі қып-қызыл болғанша қуырыңыздар. Қараңыздар, видеода анық көрініп тұр. Үстіне шамалы тұз салып жібереміз. Енді дайындап қойған сәбіздерімізді салып, үстінен қайнаған суымызды құйып, бетін жауып бұқтыратын боламыз. Қараңыздар, суды қатты көп құймайсыздар. Менде осындай лазер күріш таңдаған кезінде адаспаңыздар. Үстінен тұз салып, ыстық суымызды құйып, жуып алатын боламыз. 2-3 қайтара жуып аламыз. 2-3 қайтара жуып алған соң ол суларды төгіп тастап, енді қайнаған суды үстінен құйып, шамалы уақытқа бұқтырып қоямыз. Міндетті түрде сіздердің күріштеріңізге байланысты, егер сіз басқа күріш қолдансаңыз, оның үстіне мысалы бір күріштер суға алдын ала бұққанға келмейтін күріштер бар. Соған да қарайсыздар. Енді зіремізді міндетті түрде қолымызбен езіп салсаңыздар, дәмі керемет шығады. Татымын, тұзын, дәмін көреміз. Одан кейін дәл осылай күріштерімізді саламыз. Міндетті түрде еттеріңіз бен сәбіздеріңіз 1-1,5 сағат төмен отта бұрқылдап қайнауы керек. Сол кезде палауларыңыздың дәмі етте өте керемет болып шығады. Қараңыздар, видеода анық көрініп тұр. Су қатты көп құймайсыздар, өйткені сіздердің палауларыңыз әдемі шықпайды. Енді бір бұрқылдатып жоғары отта қайнатып алған соң, орташа отқа пәсетіп, дәл осылай ортаға жинайтын боламыз. Міндетті түрде бірінші қайнатқан кезде бір бұрқылдатып